Сұрақ: ұлы имам Абу Ханифа табиғи ме? Кейбір кітаптарда Абу Ханифаның сахабалармен жолыққандығы және олардан хадис риуаят еткендігі жазылған. Кейбір қайнаркөз кітаптарда Абу Ханифа өзімен замандас ғалымдар, яғни Суфиян ас-Саури, Аузаи, имам Малик секілді ғалымдардың бір саты жоғары тұратындығы айтылады. Себебі тарихи дерек көздерде Абу Ханифаның ұзақ өмір сүрген сахабалармен жолыққандығы жайлы мәліметтер келтірілген. Мысалы, олардың арасында хижра жыл санау бойынша 93 жылы дүниеден озған Анас бин Малик, 87 жылы қайтыс болған Абдуллах ибн Ауф, 85 жылы қайтыс болған Уасила ибн Асқия, 88 жылы қайтыс болған Сахл ибн Саида және ең соңғы болып 102 жылы Меккеде көз жұмған Абу Туфайл Амр ибн Уасила секілді сахабалар бар. Міне осылар секілді ұзақ ғұмыр кешкен сахабалармен жолығуы әбден мүмкін. Бірақ олардан хадис риуаят етіп етпегендігі жайлы түрлі пікірлер бар. Ғұламалардың бір шамасы Абу Ханифаның сахабалардан хадис риуаят еткендігін растап, ол хадистерді атап айтқан. Енді осы ретте Абу Ханифа табиғин бе деген сауал туындайды. Ғұламалар табиғин сөзін түсіндіруде түрлі көзқарас білдірген. Кейбір ғұламалар табиғи сөзін түсіндіргенде сахабамен жолығу жеткіліксіз, онымен сөйлесіп, одан хадис риуаят еткенде ғана табиғин болады деп, жолығумен қатар риуаят етуді шарт етіп қосқан. Бұл көзқарасқа сүйенсек, Абу Ханифа табиғин санатына жатпайды. Ал басқа бір қатар ғалымдардың көзқарасы бойынша сахабаны көрген кісі олардан хадис риуаят етпесе де табиғин санатына қосылады. Олай болса, осы көзқарасқа орай Абу Ханифа сахабаны көргендіктен табиғин саналады. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мақтаған ізгі ұрпақ табиғин санатына қосу Абу Ханифа үшін үлкен мақтаныш болары сөзсіз. Бірақ оның имам Азам деген абыройға бөленуі тек табиғин болғандықтан емес, мұсылман үмметіне жасаған ұшан теңіз еңбегінің нәтижесінде екендігін ескерген жөн.